Сәлем оқушым. Сен жазу дағдыларындағы сақталу керек қатаң ережелер жайлы білесің бе? Білмесең, үйренгің келсе, осы видеоны соңына шейін тыңда. Оқушылар, жалпы сіздер дағды дейтін нәрсені қалай түсінесіздер? Әйгілі ғалымдар айтады, дағды дегеніміз ол бір іс-әрекетке дейтін шеберлік. Әуелде адам бір дағдыны бір әрекетті жасағанда аса бір ола шабан келуі мүмкін. Кейіннен ол қайталанудың арқасында, еңбектің арқасында, шынында да ол ешқандай қиындықсыз жасалатын дағдыға айналады. Осы тақырыпта әйгілі физик Лауи жалпы білім жайында былай дейді екен: білім бүкіл оқығандарыңда ұмытылып қалғанда бойыңда сақталатын дейді. Сонда бұл сақталып қалатын не екен? Бұл дегеніміз әдет, дағды. Енді дағдының ішінде біздің тоқталу керек тақырыбымыз, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жазу дағдысы. Жазу дағдысына тоқталмастан бұрын мен сіздерге қолдарыңызға қаламсаппен ақ парақты алып отыруларыңызды сұраймын. Себебі сіздермен біз жаттығулар жасайтын боламыз. Білім алушылар, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов атамыздың мынадай бір тамаша сөзі бар. Айтқыштар, тілмаштар заманы өтті дейді. Енді жазу заманы келді. Қазіргі біздің өмір сүріп жатқан жаңа ғасырымыз жазусыз мүмкін болмай қалды. Ал енді сұрақ туады шығар, біз жазуды қайда қолданамыз? Қолданған жазуымызды қалай көркем, жоғары деңгейде жасамыз? Ойлаңыздаршы, жазусыз қазір ештеңе мүмкін емес. Жай жұмысқа тұрудың өзі, құжаттардың өзі бәрі жазусыз өлімін талап етеді. Ал жақсы сөз, жақсы жаза білу үшін ең әуелі бізге сөздік қорымызды, лексикалық қорымызды байытқан өте жөн. Ол үшін бізге көбірек кітаптар оқу керек. Ал кітап оқығаннан кейін қарапайым сөздердің орнына жазып жатқан кезде барынша әсем сөздерді, әдеби сөздерді қолданғанымыз өзіміз үшін құптарлық дүниелер. Ал керемет шығармалардағы мысалы Бауыржан Момышұлының қанатты сөздерін, Абай Хакімнің ғақлияттарын өз дәптерлеріңізге түртіп алсаңыздар, нұр. Ал күнделік жүргізу бұл нағыз жазу шеберлігін арттыратын бір ғажап дүние. Немесе қазіргі таңда заманауи Инстаграмда, Фейсбукта, Телеграмда өздеріңіздің жеке блогтарыңызды, каналдарыңызды жүргізсеңіздер, әлбетте жазудың өзінің талаптары бар. Ол жайлы қазір тоқталатын боламыз. Жазылым дағдысының алғашқы қадамдары мынау екен. Әуелі Ыбырай Алтынсары баласының мынандай бір керемет әдісі қалған, өнегесі қалған. Ол кісі әрбір іске кіріспес бұрын қол тазалығына аса мән берген екен. Сондықтан да бұл тізімде бірінші тазалықты ұсынамыз. Екінші отырыс, дұрыс қалып. Мысалы жазу кезінде мен сіздерге қазір қате отырыстарды көрсетемін, одан кейін дұрыс нұсқасын сіздерге тағы да көрсететін боламын. Мысалы былай отырыс, арқаны түсіп отыруы, жазған кезде ручканың, қоламсаптың ортасынан ұстау, мұның бәрі көздің дұрыс болмауы, бас, мойынның бәрі дұрыс болмауы келешекте өз денсаулығымызға кері әсер етуі мүмкін. Ал педагог, физиологтармен мақұлданған отырыс ол әлбетте
тип-тике отырасыз. Қаламсаптың дұрыс болуы, дұрыс градус, осының бәрі келешекте кифоз, колес секілді аурулардың алдын алу үшін профилактика. Әуелде айтқанымыздай, қаламсап пен ақ қағаз дайын болсын деген еді. Оның себебі мынадай ойындарды сізбен бірге ойнасақ дейміз. Ол бірінші ойынымыз өзім туралы. Тезірек сол қаламға 30 секундтың ішінде өзіңіз жайлы жалпы қысқа-қысқа ақпараттарды жазып шығыңыз. Келесі ойынымыз менің әрекеттерім. Соңғы өзіңіздің әрекеттеріңіз, қайда бардыңыз, нені көрдіңіз, сол жайлы жазыңыз. Үшінші, адамдар жайлы. Қай адаммен ұрыстыңыз, қай адам сізге бақыт етті. Ал төртіншісі, орындар жайлы. Өзіңізді қай жерде керемет бақыт сезініңіз, қай жерде ең нашар ситуацияға түсіп қалдыңыз. Осыларды жазып шығыңыз. Жалпы бұл ойындар жазылым дағдысын арттыруға бағытталған. Әлбетте бұл сіздерге өз пайдасын тигізсе деген сенімдеміз. Жазу ол ойдың жемісі. Сондықтан әуелі ой кеселдерінен арылып, ой дағдысын арттырғанымыз дұрыс. Ол үшін көбірек кітап оқу керек, лекциялар, подкасттар тыңдағанымыз, өлең, поэзия оқығанымыз, театр, қойылымдарды көргеніміз, ізгі адамдармен сұхбаттасқанымыз, бұның бәрі өз кезегінде пайдасын тигізбей қоймайды. Сіздермен болған мен Саяушыл Абдулазиз, сіздерге барынша пайдалы болуға, сіздерге барынша